Қайын безінен дәрілік сығынды алудың әдісін білесіз бе? Оның қандай емдік қасиеті бар? Ендеше бізді тыңдаңыз. Асқазан обырымен ауырған адам кеселден құтылудың алуан түрлі жолын іздеп жанталасатыны белгілі. Осындайда тиімді әдістердің бірі, ел ішінде көп қолданылып, жақсы нәтижеге жетіп жүрген рецепттердің таңдаулысы қайын безінен алынады. Ол үшін 3 килограмм қайын безін ұсақтап турап, 3 литрлік банкіге салады. Үстінен қайнап тұрған суды толтыра құйып, 2 тәулік жауып қояды. Белгілі уақыт өткен соң суды таза ыдысқа құйып, орнына тағы да қайнап тұрған 50-60 градус мөлшеріндегі ыстық су толтырады. Тағы да 3 тәулік қояды. Мұны да алдындағы тұнбаға қосып, әр жолы 100-120 граммнан ас алдында күніне 3 рет ішеді. Соңынан 100 граммнан шикі сиыр сүтін қабылдайды. Әрине, сиырдың ауру сырқаудан ада болғаны да есте болғаны жөн. Сырқат жазылғанша осы емдеу әдісін жалғастыруға болады. Асқазан обырымен ауырған адамға бұдан басқа да рецепт бар. Қайынды отқа жағып, 400 грамм көмірін 2 литр қайнап тұрған суға салып, тағы да 5-6 минут ақырын қайнатады. Осы судан таңертең кеш күніне 2 мезгіл, астан 30 минут бұрын ішеді. Соңынан апельсин жеуге болады. 1 ай бойы жалғастырып, нәтижесіне қарай қайталауға болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, философия ғылымдарының фейжи докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.